Сәлеметсіз бе? Менің атым Владимир. Бүгін мен сізге поста теория қосымшасымен қалай жұмыс істеу керектігін айтамын. Қолданба тапсырыстарды жеткізу уақытын дәлірек санауға және тапсырысты курьерге беруді автоматтандыруға көмектеседі. Курьер өз кезегінде қолданбадан өзіне тағайындалған барлық тапсырыстардың тізімін қарай алады. Жаңа тапсырыстар туралы хабарландырулар алады. Тапсырысты жеткізілген деп белгілеп, картада курьерге бағдар бере алады. Оның қалай жұмыс істейтінін түсінейік. Курьер қолданбаға логин мен парол арқылы кіреді, және сіз оған рұқсат беруіңіз керек. Ол үшін әкімші тақтасындағы қызметкерлерге кіру қойындысын ашып, курьер постеріне кіру үшін блокта рұқсат бергіңіз келетін курьерді таңдаңыз. Қолданбаға кіру үшін электрондық пошта мен құпия сөзді жазыңыз. Сақтау түймесін басыңыз. Енді курьер телефонына курьер постерін орнатуы керек. Қолданба Android және iOS жүйелерінде жұмыс істейді. Жүктеп алу сілтемесін бейненің сипаттамасынан таба аласыз, немесе жай ғана App Store дүкенінен курьер постерін іздеу арқылы көре аласыз. Орнатқаннан кейін курьер қолданбаны іске қосып, постер арқылы кіру түймесін басады. Мекеменің логині сіздің есептік жазбаңыздың доменінің астында деп жазады. Енді администратор панеліндегі курьерлік картаға енгізген электрондық поштаңыз бен пароліңіз. Қосымшада курьер тек терминалда орындауға тағайындалған тапсырыстарды көреді. Тапсырысты курьерге жіберуге тырысайық. Ол үшін сату терминалында жаңа жеткізу тапсырысын жасаңыз. Курьер қолданбасымен жұмыс істегенде сізге жеткізу үшін көше және үй нөмірлері туралы анықтамалар қолжетімді болады. Оларды орнату үшін мекемеңіздің мекен-жайын немесе атын көрсетіңіз. Мысалы, мен клиенттеріміздің бірі Кеда өнертанушының мекен-жайын енгіземін. Сіздің мекемеңіздің орналасқан жеріне қарай біз картада ең жақын мекен-жайларды анықтамаларда көрсетеміз. Енді жеткізу мекен-жайын көрсетіңіз. Мысалы, Олес Гончар көшесі 7-ші үй. Егер мекен-жай бар болса, картадан табылған жасыл хабарды көресіз. Мысалы, мен үй нөмірін 7000-ға ауыстырамын. Хабарлама картадан табылмады болып өзгереді. Бұл ондай мекен-жай жоқ дегенді білдіреді. Кеңестер терминал интернетке қосылған жағдайда ғана қолжетімді болады. Егер мекемеде интернет жоғалып кетсе, мекен-жайды әлі де тегін форматта енгізуге болады. Енді осы тапсырысты орындау үшін курьерді тағайындайық. Сіз курьерді тағайындағаннан кейін, ол пуш хабарландыруларын алады. Егер сізде интернет байланысы болмаса, курьер жаңа тапсырыс немесе тағамның дайындығы туралы білмейді. Бірақ ол қалпына келтірілгеннен кейін, ол дереу хабарланады. Курьер тапсырыс туралы қандай ақпаратты көретінін көрейік. Біріншісі, қайда бару керектігі көрсетілген карта. Картада клиенттің мекен-жайын ашу үшін бағыттарды алу түймесін басыңыз. Тапсырысты жеткізу уақыты, клиент төлейтін сома және ол клиентке кешігіп қалғаны туралы ескертетін немесе кіру нөмірін анықтай алатын телефон нөмірі. Курьер клиентке келгенде ол жеткізілді түймесін басып, тапсырыстың төленгенін тексереді. Енді ол тапсырыстар тізіміне өтіп, басқа мекен-жайларға бара алады, немесе мекемеге орала алады. Курьер мекемеге ақшамен оралғанда, сату терминалында жеткізілген қойындысын ашып, сол тапсырысты жабыңыз. Сіз курьердің жұмысы туралы статистиканы екі панельден қарай аласыз. Оның қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін алдыңғы статистикалық бейнені қараңыз. Бар болғаны. Видеоны көргеніңіз үшін рахмет және күндеріңіз сәтті өтсін.